Тышқанның баласы мен сиқыршы. Үнді халық ертегісі. Бір күні бір сиқыршы жолдан тышқанның баласын тауып алады да, оны лашығына алып келеді. Оған тамақ, су беріп асырайды. Тышқанның баласы сиқыршыға қатты риза болады. Алайда бір күні кішкентай тышқан ойнап жүріп, үлкен мысықты көріп қалады. Дереу лашығына зып беріп кіріп, бір бұрышқа тығылып қалады. Бұны байқаған сиқыршы: «Неден қорқып кеттің?» деп сұрайды. «Мен сырттан дәу мысық көрдім, содан қатты қорқып тұрмын», дейді тышқанның баласы. Сиқыршы біраз ойланып тұрады да былай дейді: «Жақсы, онда мен сені енді мысықтан ешқашанда қорықпайтындай етейін». Келесі таңда тышқанның баласы мысық болып оянады. «Енді сен мысықтан қорықпайтын боласың. Сен де мысықсың», дейді сиқыршы. Риза болған мысық тышқан лашықтан жүгіріп шығып, біраз ойнап, енді күншуаққа жатып, балбырап, ұйықтап алайын дегенде, тағы да алдынан мысықты көреді. Байқұс өзінің тышқан емес екенін ұмытып, қайтадан лашыққа қарай жүгіре жөнеледі. «Сен тағы бірдеңеден қорықтың ба?» деп сұрайды сиқыршы. Мысық тышқан ұялып кетіп, өтіріктен: «Мен орманнан итті жолықтырдым, ол мені қуалады», деп айта салады. «Жатып ұйықта, ертең сен иттерден қорықпайтын боласың», дейді сиқыршы. Ертесі мысық итке айналып оянады да, үріп орманға қарай жүгіре жөнеледі. Ол жақын маңдағы ағашта отырған мысықты көреді. Мысық пысқырып, табандарын көтеріп, қатты мияулайды. Мұны көрген ит тышқан өзінің ит екенін ұмытып, қорыққаннан лашыққа тығылады. «Ал бұл жолы неден қорықтың?» деп сұрайды сиқыршы. «Мен жолбарысты кезіктірдім», дейді ол мысықтан қорқып кеткені үшін ұялып. «Жақсы, онда ертең сен жолбарыс болып оянасың». Таң ертең жолбарыс орман ішіне қарай маңғаздана бет алады. Бұл жолы да мысықты байқайды. Мысық та жолбарысты көріп қалады. «Мен құрдым», деп ойлайды мысық. «Жолбарыстан қашып құтыла алмаспын». Ал кеудесінде кішкентай тышқанның жүрегі соғып тұрған жолбарыс мысықты көріп тағы да лашыққа тығылып, қорыққаннан тістері тістеріне тимей, ең түпкі бұрышқа тығылып алып, сонда жатады.
Біздің орманда жолбарыстан да мықты аң бар ма екен? Деп таңданады сиқыршы. Бар, ол мысық, дейді кішкентай тышқан. Сол кезде сиқыршы барлығын түсінеді де былай дейді. Кеудесінде тышқанның жүрегі соғып тұрған жолбарыс мысықтан да әлсіз болады. Кімнің кеудесінде кішкене тышқанның жүрегі соғып тұрса, сол мәңгілік кішкене тышқан болып қала берсін, деп ол жолбарысты кішкентай тышқанға қайтадан айландырып жібереді.